Бірінші рет дайындаганнан өте сәтті болып шығатын сметаник пирогының рецептісімен бөлістім. Қайырлы күн достар, видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындап алатын боламыз. Бізге сары май, қопсытқыш, ұн, бір жұмыртқа және де қант қажет болады. Қанша мөлшерде керек болатын мен описанияға қалдырып кететін боламын. Ұнға бір қасық қопсытқышты қосып, електен өткізіп аламыз да үстінен қантты қосып араластырып жүреміз. Оның үстіне сары майымызды салып, крошки пайда болғанша екі қолмен жақсылап араластыратын боламыз. Осындай крошки пайда болғаннан кейін бір жұмыртқамызды салып, қамырымызды біріктіріп аламыз да салафанға орап, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, екі бөлікке бөлеміз. Біреуін кішкене үлкенірек қыламыз да астына жайып шығатын боламыз. Аста теп-тегіс болу үшін стаканның көмегімен немесе қасықпен видеодағыдай тегістеп аламыз. Қалған қамырымызды алып, жан-жағына жабыстырып, бортик жасаймыз. Бұл жерде де қасықтың көмегімен бортикті тегістейміз. Енді салмасын дайындаймыз. 500 грамм қаймаққа 4 жұмыртқаны қосып, үстінен қантты салып, вилканың көмегімен немесе венчиктің көмегімен 20 секундтай араластырамыз. Дайын болған салмамызды ыдысымызға құйып, қызып тұрған пешке 180 градусқа қойып, 30 минут пісіріп алатын боламыз.
Пирогымыз піскен соң кішкене суытып аламыз да 7-8 сағаттай холодильникке салып қоямыз. Салмасы қату үшін. Мінекей достар, пирогымыз да дайын. Үйдегі бала-шаға видеоға түсіріп үлгертпеді ғой. Өте дәмді болып шығады достар, сіздер де дайындап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Каналымнан оңай әрі тез дайындалатын әрі өте дәмді тамақтардың рецепттерін таба аласыздар.